Нан палау деген тамақ жасап көргенсіз бе? Егер де жасамаған болсаңыз, осы видеода менімен бірге жасаңыз. Ол нан палау деген кәдімгі картоптармен қосып нанды қуырып жасау. Алдымен қазанымызға майды құйып, оның үстіне етімізді салып, жақсылап қуырып аламыз. Кішкене суы шығып қуырылғаннан кейін осылай пиязды салып, оны да 2-3 минут қуырамыз. Үстінен сәбіз, помидор, болгар борщ, мен сияқты замороженный түрлерін қоссаңыз болады, немесе свежий овощиларды қоссаңыздар болады. Қаншалықты көп көкөніс қосасыздар, соншалықты дәмді болады. Және де бұл жерде мен капуста да салдым. Капуста кішкене қуырылғаннан кейін картошкасын да салдым. Картошканың үстіне томат немесе мен сияқты паприка қоссаңыздар болады. Тұз, бұрыш, өзіңізге ұнаған приправаларыңызды салып араластырып аласыздар. Картошка 2-3 минут қуырылғаннан кейін үстіне жаңағы нанымызды салып, жақсылап бір араластырып қуырамыз да, кейіннен үстіне суды құямыз. Қыздар, суды құйған кезінде бетінен шығарып көп құюға болмайды. Кішкене 100 грамм ғана ма, кішкене ғана құю керек, өйткені суды көп құйсаңыздар, нандарыңыз былжырап кетуі мүмкін. Суды құйғаннан кейін бетін жауып, жай отта 15 минут картоп піскенше пісіріп алатын боламыз. Мына картошканың, сәбіздің, барлық көкөністердің дәмі нанға сіңіп, өте керемет дәмді тамақ болып шығады, қыздар. Егер де үйіңізде нан көп қалып кететін болса, холодильникке жинап осылай жесеңіздер болады. Тіптен морозилникке сақтап қойып, нанды ысырап қылмай осылай тамақ қылып істесеңіздер болады. Әсіресе балалар сүйіп жейтін тамақ. Қыздар, менің арнама жазылмаған болсаңыздар, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Қарапайым осындай рецепттер өте көп шығаратын боламын. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, коммент жазып, лайк басып отырыңыздар, қыздар.